Қайырлы күн, 6 сынып оқушылары бүгінгі видеода қазақ тілі пәнінен 3-ші тоқсанның 1-ші бжб-сына талдау жасап беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп алайық оқушылар. Ендеше сабақты бастаймыз. Яғни бізде су тіршілік көзі, Қазақстандағы өзен, көлдер, морфология және де спорт, белгілі спорт жұлдыздары, морфология тақырыптары бойынша алынатын болады. бжб тапсырмасы және оны орындауға 15-20 минут уақыт беріледі. Және бұл жерде екі ғана тапсырма бар екен. Бірінші тапсырма мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Бірінші мәтінді оқып алайық. Былғары қолғап шебері Қонақбаев Серік Керімбекұлы 1959 жылы 25 қазан күні Павлодар қаласында дүниеге келген. Әкесі Қонақбаев Керімбек техника ғылымының кандидаты. Шешесі Қонақбаева Балтуған Темірғали-қызы мұғалім болған. Қазақстан атын күллі әлемге танытқан Серік ағамыз КСРО-ның еңбек сіңірген спорт шебері атағын 1981 жылы еншілеген. Былғары қолғап шеберіміз Жамбыл гидромелиоративтік құрылыс институтын 1981 жылы аяқтаса, қазіргі Қазақ мемлекеттік спорт және туризм академиясын 1984 жылы бітіріп, маман иесі болған екен. 1999 жылы халықаралық Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ-Түрік университетінің заңгер құқықтанушы мамандығын бітірген. Серік Қонақбаев бокспен 14 жасынан бастап айналыса бастады. Спортшының атақтарына келетін болсақ, ол КСРО халықтар спартакиадасының және КСРО чемпионатының күміс жүлдегері, 2 мәрте Еуропа чемпионы, әлем кубогының иегері болған екен. Дәл сол жылы әлемнің ең үздік боксшысы деген атақ Серік Қонақбаевқа бұйырған. Әлем кубогының иегері Мәскеуде өткен 22-ші олимпиада ойындарының күміс иегері және де әлем чемпионатының күміс жүлдегері, КСРО чемпионы. Мәскеу олимпиадасынан кейін жастардың боксқа деген қызығушылығы артып, Серік Қонақбаев оқыған Жамбыл гидромелиоративтік құрылыс институтындағы бокспен айналысатын студенттердің саны 40-тан 600-ге дейін өскен. Бұл қазақ боксының дамуына үлкен ықпал етті. 1981-87 жылдары Серік Керімбекұлы бапкерлік жұмыстар атқарып, коммерциялық Қазақстан спорт клубының, Қазақстан Республикасының кәсіпқой бокс федерациясының, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы ұлттық спорт қорының президенті болды. Ол қазір Қазақ туризм және спорт академиясының профессоры. Серік Қонақбаевтың есімі қазақ бокс тарихында алтын әріппен жазылған. Енді бұл жерде бірнеше сұрақ берілген екен. Бірінші сұрақ: Серік Қонақбаевтың Қазақстан спорт саласын дамытудағы рөлі қандай дейді. Серік Қонақбаевтың спорт саласына дамуына қосқан үлесі зор. Спортшы көптеген чемпионаттар жүлдегері, әлемнің ең үздік боксшысы атағын алған, яғни Қазақстанның атын шығарып жүрген спортшы. Мәскеу олимпиадасынан кейін жастардың боксқа деген қызығушылығы артып, Серік Қонақбаев оқыған Жамбыл құрылыс институтындағы бокспен айналысатын студенттер 40-тан 600-ге дейін өскен. Міне осындай жетістіктері арқылы спорт саласына үлкен үлес қосып жүр. Екінші сұрақ: спорт саласында үлкен жетістіктерге жету үшін адамның бойында қандай қасиеттер болу керек? Спортта жетістікке жету үшін әрине ең алдымен мықты болу керек және төзімді, шыдамды, қайтпас қайсар мінезді, адал болу керек деп ойлаймын. Үшінші сұрақ: Серік Қонақбаевтың спорттағы жолы қалай басталды? 1981 жылы КСРО-ның еңбек сіңірген спорт шебері атағын алған екен. Келесі: Серік Қонақбаев спорт саласында қандай атақтардың иегері? Яғни ол КСРО-ның еңбек сіңірген спорт шебері, КСРО халықтар спартакиадасының және КСРО чемпионатының күміс жүлдегері, 2 мәрте Еуропа чемпионы, әлем кубогының иегері. Дәл осы жылы әлемнің үздік боксшысы атағын алған. Мәскеуде өткен 22-ші олимпиада ойындарының күміс иегері, әлем чемпионатының күміс жүлдегері, КСРО чемпионы екен. Келесі: Серіктің атын әлемге танытқан қандай жеңіс болды дейді. Әлемнің ең үздік боксшысы деген атақты алғаннан кейін. Соңғы сұрақ: Серік Қонақбаевтың спорттағы жетістіктері бұл салаға қызығушылық танытатын жастарға қалай ықпал етеді? Мәскеу олимпиадасынан кейін жастардың боксқа деген қызығушылығы артып, Серік Қонақбаев оқыған Жамбыл құрылыс институтындағы бокспен айналысатын студенттердің саны күрт өскен, яғни 40-тан 600-ге дейін өскен екен. Келесі екінші тапсырма бар екен. Дос-туыстарыңыздың арасында бокспен айналысатын адамдар бар ма дейді.
олар туралы не айтасыз дейді, иә. Бұл жерде оқушылар әркім өзі орындайды, яғни мен сендердің қандай туыстарың бокспен айналысатынын білмеймін ғой, сол себепті әркім өзі ойланып жазатын болсын, иә. Осымен оқушылар, біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.